Жан, Ау. бүгін түнде жағыңа барам. Үйге? Жоқ, келме, бүгін үйде адамдар көп болады. Ой, қырсық баш. Жарты сағатқа шықсаң болды ғой. Жарты сағаттың өзі жетеді маған. Келгенде не істейсің? Не істеймін деген емес, жаным-ау. Сені құшақтап, шашыңнан иіскеп, ноқымды басамайын ба? Білесің ғой, мен сені қайта сағынатынды. Онда сен байсте қазір жақсы құшақтап ал да, ол ертеге дейін жетеді. Ой, түнде құшақтаған бәрібір бір бөлек нәрсе де түсінбейсің сен просто. Ну, точно сондай болса. Келем ба? Жарайды. Келем ка соң жағында. Сол жерде тұра ма? Сол жерде көрініп тұр ғой. Ака көрініп тұр ма? Тұрып кетші. Аяқтан аяқтары көрініп тұр ма? Жан, бармақтай репетицияға да. Үйден кетіп қалмайсың. Айттым ғой көп. Ya Jessica oynasınlar. Нұр, Сафия. Bir, екі, үш. Жан, Ау. бүгін түнде жағыңа барам. Жоқ, келме. Бүгін үйде адамдар көп болады. Ой, қырсық баш. Жарты сағатқа шықсаң болды ғой. Мен үшін жарты сағаттың өзі жетеді. Келгенде не істейсің? Не істейсің дегеніз? Сені көріп, құшақтап, шашыңнан иіскеп, оқымды басамайын ба? Білесің ғой, мен сені қайта сағынатынды. Онда сен байсте қазір жақсы алып құшақтап ал да, ол ертеге дейін жетеді. Ой, түнде құшақтаған бәрібір бір бөлек нәрсе де түсінбейсің да просто оны ше. Ну, точно сондай болса, жарайды. Ва? Солай етпейсің ба бірден мені қинамай. Жүрегім әлсіз ғой менің, білесің ғой. Отам, жүрек деген отам менің. Ома, бағана арыстан еле айтқан маған айтып атсың. Өзің басқа нәрсе тауып алмайсың ба? Жан! Мен сен үшін Мұқағалидың өлеңін айтуға дайынмын ғой. Давай айтшы. Сүйгісі келе берер сүйгенерін. Сүй жаным, сүйкімді бір күйге бөлемін. Жүрегіміз жақыннан соғып тұрсын. Ағытшы, көйде екен ол күймелерін. Ағындық сезімді көрдің ба? Ақын, бір минутқа жүрші не? Жеңіш, берме, Мынау сабақтан кейін жасырды жеке өзің мектептің артына айтасың, түсіндің ба? Болды. Бір ауыз сөзің мөлдірген көзің ғой бірақ. Ақындығыңды бар қызыңа көрсетші бар. Осы күндерде ақындығым оянып кеткен ба? Бір бәлем. Кеттік. Арыстан қайда жоқ болып кетті? Директор ол мектептен шығарып жіберген жоқ па? Сен неге сонша уайымдап кеттің? Уайымдауға болмай ма? Уайымдасам өзімнің классасымды уайымдап жатырмын. Элизат, анау жаңадан келген бала қалай? Қалай дегенес? Ну, енді әдемі жақсы бала ғой вроде. Қолдайын. Ну, әдемі жақсы бала ғой вроде. Вроде нормально ғой менікі? Жоқ, просто дауысыра берсін. Шансты жібермесейші, әйтпесе потом басқа классын қыздар алып кетпесін. Ал сала берсін, маған бәрібір. Жарайды, өзің біл. Ұмытып қалды саққа. Жарайды, өзің біл. Одан кейін атасың. Қайтын түрімді аламыз. Нидерланды. Үлгереміз. Жасур саған не болды? Ештеңе. Жай қорқау. Солаған адам өзі бұлай қылды ма? Ештеңе болған жоқ Арман. Керек емес, Арман. İlk kameraman burada жүрген жаман. Мына өту керек қой сәл. Хорошо. Мынау елканың тұсына келсінші. Біздің съемкамыз өте керемет өте егерде келесі сериал қашық. Жаңа көздеріңіз келсе, каналға жазылып. Дың деп отыр. Маған жоқ андай. Қазір оны сөйлеп тұрамыз. Безумно дың. Қыздар, бүгін роль ұзамай керек, не істесем болады? Не істейді емес, бірінші келіп жатқан жоқшылар. Солай бірінші рет
сен болғанда просто әдемі духинді сеуіп шығасың, ол келеді, екеуің отырасыңдар, құшақтасасыңдар, бұл сұлақ па не? Саған тағы не керек? Жай, бір түрлі екен да. Сағат жарыстан келе ма? Жоқ, мен сағат 9-да келмейді шығамын. Сағат ше? Менің жігітім болды. Анау Арман ше, біз жаңадан келгенше. Денесі деген ауыл ғой. Не, денесі бар екен деп түрі бала салу керек па? Денесі дегенде енді түрі де әдемі, красавчик қой. Екеуің келісім алғансыңдар ма? Не байлайсыңдар? Кетіңдерші ба? Болды ма? Все. 1, 2, 3, ket. Жасыр. Рома, ал төн жігітсің ғой. Бір айтқанда болжытпай орындайтын. Ой, тамам осы. Міне, айтқан адамың. Жасыр. Мен сені жап-жақсы бала шығарды ойладым. Олай болмай шықты ғой. Мен саған істедім. Братан сөйлегенде жалыспашы. Мен саған әлі вообще сөйлеген жоқ. Тұра берсе орнында сен. Сенен егін кеп тұр. Артан маған берші lan, мұрның қалын ағзайын. Рома. Зачем сен? Зачем саған осы жүрген біреу үшін нервін құртып, а? Айтшы сен. Жасыр, маңаршы. Директорға Арманның киімдерін алып кеткен Арыстан деп сен айттың ба? Үндемейсің? Значит, сен ғой, а? Тағы да жауап жоқ. Точно сен ғой. Так, сен бітті, короче. Ертең директорға барасың да, Арманның киімдерін тығып қойған мен деп айтамын. Сол кезде мен сен нормально. Қалай қарайсың? Істемеген нәрсем қалай айтамын мен? Солай ма? Онда таяқ жейсің. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Кәдімгідей таяқшың да? Мысалы былай. Çok fazla. Ben Buraya. Yedi. Öş git. Жасур, бұдан кейін ондай әңгіменің бәрін ішіне сақтайсың ба? Ora bir şıkkan, dağısın çar, koluna tegişe. Kolundan çık, kolundan. Tegişe sar kolun жоғары. Sal жоғары көтсе қол. Или ана қолында көр. Яқта орындағы ше, түріне яқ қарап кеттім ғой мен, қалай болады екен? Жоқ, айтам самғат сен қолын тұтып тұршы мен жерге. Tamam қарап сүйдей көресің да. Pause болсын. 1, 2, 3 кет. Жасур, бұдан кейін ондай әңгіменің бәрін ішіне сақтап жүретін болды, түсіндің ба? Жарайды. Рома, қарашы бетім қандай емес па? Жоқ, нормально. Болмап тұрған емес. Бет темір ма, немене бөлем? Кет, бір жағынан нервті басып. Bunu nasıl edin derse? Bitin kaçtı. 1, 2, 3 kет. Жасур, бұдан кейін ондай әңгіменің бәрін ішіне сақтап жүретін болды, түсіндің ба? Жарайды. Басынан, аузына сыңғалып сылайшынан. Аузына құйып, söyle de просто аузына. Жарайды. Koy. Buradan gözü çıkarıyorsun da. 1, 2, 3. Жасур, бұдан кейін ондай әңгіменің бәрін ішіне сақтап жүретін болды, жарай ма? Жарайды. Гүлнұр, қарашы бетім. Жоқ, нормально. Ровно. Say da yani. Bak ne kadar karayın. Bana çift parası da birisi. Болды. Все болды.
guys. Hi guys. Так, в общем, былай. Элизат, Дженни, сен екеуің защитаға қаласыздар. Біз Рома екеуміз екі флангқа ойнаймыз. Жарай ма? Жан, сен ортада. Олар бізге қарай шабуылдағанда Арманмен жасықты табу керек. Рома саған Арман садыра. Жарай ма? Көрсетейікші олар кімнің кәрі дегенді? Biz syomkani bastaymiz. Arman. Қарсы. Сөмкеге шақырады. Веб-скул сериалы қалай өтіп жатыр? Съемка. Потому что мен көп сөйлеймін. Жоқ жанашыр бола бермеш, анам мынау деп айтады. Ей, Кет. Соңғы кездері Арыстан өзгеріп кетті. Сонда қалай? Білмеймін, жау болып баратқан сияқты. Өзінен басқа ешкім менсінбейді. Жау деді ғой, мынау? Жау болып баратқан да. Жау деген ол сенің жек көретін адамың. Міне Арстан, Тико және біздің ең профессиональный массовка. Арстан, вип-скул қандай сезімдесің, қандай ощущение не болды? Ощущением менің дерзкий болып жатыр. Маған по идее басында сериалдар ұнады, өйткені музыкалар дерзкий қойылған. Монтаждаған Азамат аға или Барса білмеймін, әйтеуір көп рахмет. Качественно шыққан, я қалай болса да микрофон болмаса да дерзкий түсірген. Біз қазір тағы да Тико деген персонаждан интервью алатын болғанбыз, мнениесін білетін болғанбыз. Арман, Ой, қалайсың? Жақсы. Ертең құжат кетті ғой. Аяқ жүрмейді сияқтарың. бұл ма? Спаррингке түскен ғой тренер. Содан. О, боксерміңдер? Күшті. Әзірге өз қой. Тико есімде персонаж, сізден бір сұхбат ағымыз келіп жатыр. Съемка қалай өтуде, қалай ұнап жатыр ма өзіңіздің образыңыз және басқалардың образы туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Съемка әрине ұнап жатыр. Жоскен барсағалармен қызық, ойнап күліп, съемканы жақсы өткізіп, міне жан достарым қасымда өзім. И одан кейін, әрине Тико образы ұнап жатыр өзіме. Ең қатты ұнап жатқан образ Арыстан. Ой, красава. Ой, просто бомба айырып жатыр. Қазір массовкадан әлі не сұрайтын болғанбыз. Интервью. Самғат үздік массовка камераға қараса. Сіз қандай ощущениеда сіз күніге жүресіз? Қандай бір-екі ауыз сөз айтсаңыз? Нормально. Володя, нормально. Қандай ощущение онда? Ощущение керемет. Әрине актерлардың ойнауы өте жақсы. Маған ұнаған образ Арыстан. Дерзкий ойнайды ол. Немді білейін? Сізге күнде бекерден бекер келіп кету немесе рольсіз үйге қайтып кету сізге западло емес па? Емес. Жоқ, жақын достарым қасымда. Қайта жақын достарым қасымда ғой, шынымен айтады ғой. Менің сөзім бұл. Крам Продакшн всегда бірге жүреміз. Крам Продакшн әкеш. Үйістіп съемканы бұзатындар бар. Бұл мен Жасур персонажында ойнайтын актер. Менің образым қалай ұнап жатыр ма? Бұл біздің Барс Амантай режиссеріміз, оператор. Осы екі кісі біздің еркелігімізді көтеріп, Ешқандай көтермейміз еркеліктерімді. нервін құтсағамыз. Я сен болмыш отырып. Ертеңге бастады. 1, 2, 3, кет. Соңғы кездері Арыстан өзгеріп кетті. Сонда қалай?
білмеймін, бір жауыз болып бара жатқан сияқты. Өзінен басқа түк адамды менсінбейді. Негізінде жігіт деген осындай болу керек қой. Білмеймін, бірақ жасуға болған жаным ашып кетті ше. Негізінде арыстан емес, сен өзгеріп бара жатқан сияқтысың. Тым адамдарға жанашыр болудың керегі жоқ. Олар әшейін бір пешка ғой, былай қарап тұрсақ. Жоқ, олай емес. Знаешь? Арман, тоқташ. О, Арман, қалайсың? Жақсы. Бетің қызарып кетті ғой. Боксермін де, күшті. Арман, мен бүгін Арыстанның туығы үшін кешірім сұрайын деген едім. жоқ арыстанға ренжіген жоқ болған іс болды қыздар менде әлі 3 круг бар еді мен кеттім ренжімесін Давай, пока. Biz şey aktyorlar, şey aktrisalar, şey aktrisa. Мен кетіп қалды, көрсетпеймін мен ұрамды. Енді ол да тап шеттен шығып кетті ғой. актермін дегеннен кейін мен иә пока что әуес қой Бәсе, соны айтпадың ғой сен, ұмытып кеттің. Tor. Одан кейін, мына өзі айту керек. Тұра қалды ғой. Біздің Азамат аға операторы қанша нерві кетті. заттардың бәрін ол да анау жерге ма қойшы бар. Бұл съемка дейтін оңай нәрсе емес, қанша нерв, қанша еңбек талап етеді. Біздің осындай шай ойнай алмай қалатын кезде нервін ішіне сақтайтын оператор. Нервін ішіне сақтап қол кетіп қала береді. Кеспей қол. Бастап. Міне біздің оператор главный. Өте жақсы. Біздің Ана, мен шоу тұрған еді ғой.